Таңғы сағат 7-лер шамасы еді. Талғат күндегідей бір стакан кофесін ішіп алып, жұмысына жиналды. Ол көп қабатты үйдің қарама-қарсысына қатар орналасқан гараждың бірінде тұрған өз көлігіне жақындап қалғанда ұялы телефоны шырылдады. Досы Қуат екен. Достым, үйленгелі жатырмын, деді ол. Жоқ, анамнан еш хабар жоқ. Ол із-түссіз кеткелі міне 3-ші айдың жүзі болып қалыпты. Осы бойда табылмай кетсе де жақсы болар еді деп те ойлаймын қазіргі жағдайымда, деді ол. Досына қату дауыспен. Ар жақтан неге олай дейсің, анаңды ізде тап. Үйленіп қызығыңды көрсет, жақында же боларын естірт. Қуанып, былкім ішкенін қойыр деген досының сөзіне жоқ, керек емес, осы күйеуін тауып алғалы мамам қатты ішімдікке салынып, темекі шегіп, өзін құртты ғой, мені де қарындасымды да тыңдамайды. Ақыры тек өзінікін дұрыстап жөнге келмеген соң үйден қуып шыққаным рас, жаңа күйеуімен қосып. Енді мен үйленгелі жатырмын. Болашақ енем мектеп директоры, атам да осал адам емес, олардан анам үшін намыстанамын. Жіне оларда тойда ондай алқаш құдағидың тұрғанын қаламайды. Сонымен зірге былайда былай шешемді іздемеймін деп досымен сөзін аяқтап көлігін оталдырып жүріп кеткен Талғат, гараждың жанындағы тізілген ескі дөңгелектердің артында, астына мусордан табылған қара кір жыртық күпекені төсеп алып, дода үйіскен шашымен, күздің салқын таңын дірілдеп атырып, бүрсеңдеп жатқан анасы Шымшияның ұлының телефонмен болған әңгімесін түгел естіп қойғанынан бейхабар еді. Бұл жайттан соң балаларынан кешірім сұрап, өткеніне өкінішін айтпақ болып келген ана келген жағына сүйретіліп қайта кете барды. Шымшия небары 48 жастағы, кезінде 10 жылдан астам бастауыш сыныптың мұғалімі болған, ел қатарлы отбасын құрып, алтын асықта 2 баланы дүниеге әкеліп, күні-түні күйеуімен бірдей жүріп еткен ерен еңбегімен үлкен үй салған, аққұба демі. Ақкөңіл келіншек еді. Енді баспаналы болып, балалары есейе бастағанда ешқашан айырылмастай қимастық махаббатпен 5 жыл жүріп бас қосқан күйеуі, 2 баласының кесі өзге жанды сүйіп қалғанын айтып, бірақ күнде киімін жинап кете барғанды. Міне сол күннен бастап Шымшия жүйкесі сыр беріп, ішімдікке қалай тез салынып кеткенін өзі де байқамай қалды. Солай күндердің күнде жұмыстан да қуылды. Ақыры бір үй күйсіз қаңғып жүрген үйленбеген өзінен көп кіші жігітті қолына кіргізіп те алды. Балалар өсті. Сыйыспады. Шымшия ешкімнің ақылын тыңдамай, күнделікті жаңа күйеуімен ішуін, таңғырлатып музыка қоюын тоқтатпады. Содан анасының мұнша өрескел қылығына шыдай алмаған Талғат оларды бір күнде үйден қуып шыққанды. Қазір Талғаттың қарындасы Гүлсім Алматыда колледжде оқиды. Жатақханада тұрады. Талғат үйленді. Тойда өтті азын аулақ адаммен. Шымшия бірінде сырттай көріп біліп жүрді. Немере келді дүниеге. Талғаттың келіншегі де, ата-енесі де бірде бір рет күйеу баласына анаңды іздеп тап, ол қандай болса да сені дүниеге келген анаң ғой. Саған жамандық тілемейді, немересін құшып иіскеп, келінін көріп мейірленіп өзгерер, арағын қояр деп бір ауыз ақыл кеңес бермеді. Уақыт өте берді. Күндердің бір күнде Талғат жол апатына түсіп, қабырғасы сынып ауруханада жатыр еді. Мұны естіген анасы қарап отыра алмады. Ол дереу жетті. Арақтың құлы болып, қаңғып жүрген елде қайбір дұрыс киім болсын. Үсті өте жұпыны еді. Аузы арақ сасиды. Қою қара көздері шүңірейіп кеткен, шашы дерлік сұр түске боянған жүзібден қуарған елді аурухана ішіне кіргізбеді. Ол Талғаттың анасы екенін айтқан еді. Мұны естіген Талғат анасының кіруіне мүлдем тыйым салды. Жанары жасқа толған Шымшия сыртқа бір орындыққа жантая кетті. Сол кезде Талғаттың енесі күйеу баласына келіп, халін біліп шығып ділізде бір танысымен сөйлесіп тұрған еді. Құдағиының танысының көзі кенет сыртқа түсіп кетті де. Ой, ана отырған елдің түрі өте таныс маған деп сілкідіре қалды да, ойбуй, мынау біздің ауылдың қызы Шымшия ғой. Құдай сақтасын, не болып кеткен түр басы, тамаша қыз еді. Демі ақылды болатын. Мектепті үздік бітірді. Оқыды, сүйгеніне күйеуге шықты, өмірі жақсы ақ басталған еді. Кейіннен күйеуі тастап кетіпті, содан алқаш жүргіш болып кетіпті деп естіген едік. О тоба, рас болып шықты ау. Деп өзегін тартқан танысының әңгімесіне құлақ түре отырып, далада ұлына кіріп бауыр еті баласының халін көзімен көруге зар болып қисайып жатқан құдағиына терезеден қадала қарап тұрып Талғаттың енесі үнсіз қала берді. Кеш болды. Мейбике келіп Талғатқа: анаңызды аямайсыз ба?
Таңнан бері сыртта отыр, екі көзі төрт болып, сонша сіз кешіре алмастай қандай жазығы бар еді. Жазықты болған күнде де анаңыз емес пе? Егерде сіздің өміріңіз анаңызға қымбат болмаса, қолын бір сілтесе келер ме еді деп кейіді. Жалпы қайын жұрты дерлік келіп кеткен соң Талғат анасының кіруіне рұқсат берді. Ұлының ауыр халін көрген Шымшия көз жасын көпке дейін тыя алмады. Кешір мені балам, мені қатты жазғырмаңдаршы. Өзімді бұл бір ауыз кешірім сұраумен ақтап алмаймын. Дегенмен біз бірге болуымыз керек деді. Үсті басы кір қолаңса сасығын анасын құшақтай қоймаған Талғат. Мама, сосын сөйлесейік. Мен туыр болайын. Мүмкін болса жуынып дұрысталып келіңізші. Сізді осы қалпыңызда көрсетіп таныстыра алмаймын келініңізбен де. Құдағиыңызбен де деген ұлының бұл сөзіне де мақұл болған ана, зірге ұлының амандығына риза болған қалпымен ауруханадан шығып, сол өлместің күнін кешіп жатқан саяжайдағы кішкене күркесіне қарай жаяулап жүріп кетті. Таңды зер атырған Шымшия барынша ретке келіп, үстіне бір сұрғылт көйлек киіп ұлына келе жатты. Аурухананың алдына келгенде скамейкада зар еңіреп отырған құшағында спи бар жас келіншекті көзі шалды. Ол Шымшияның келіні мен немересі еді. Талғат таңға қарай мәңгілікке көз жұмған еді. Мен енеңмін. Мен сенің енеңмін. Спиіңнің жесімін деген сөзді қайталаумен Шымшия зарды ары қарай жалғап ала жөнелгенді. Ең өкініштісі, қаншалықты еңбегімен тасы қаланып салынып кірген үйінен бір бөлмеде бұйырмағаны Шымшияға. Талғат қатты жаны қысылып жатқанда дәрігерлерден қағаз бен қаламсап сұрап алып, мамашым кешір мені. Сенің табаныңның астындағы жұмақ кілті маған бұйырмасын білемін, тек кешір мені деп жазып кеткен екен өз қолымен.